Сәлем достар, бүгін біз сіздермен асқабақ қосылған манты дайындаймыз. Бізге қажетті нәрселер мыналар. Сонымен бізге ең бірінші фарш керек. Менде екі түрлі фарш. Бұған дейінгі видеомызда айтып өткендей сүбе еттен жасалған фарш және басқа кәдімгі өте жұмсақ еттен жасалынған фарш және құйрық май. Бұлардың көлемі барлығы 1,5 килограммдай. Және пияз. Етіміздің көлемі қанша болса, сонша көлемде пияз қосамыз. Және асқабақ қосылғандықтан атына зат сай асқабақ пияздан да еттен де көп мөлшерде. Және тұз керек, қалауыңызша бұрыш қоссаңыз болады. Барлық фаршыңыз дайын болған кезде 2 ас қасық соя соусын қосамыз. Одан кейін ең бірінші фаршыңызды, пиязыңызды дайындамас бұрын ең бірінші қамырыңызды илеп қойсаңыз болады. Бұл жерде 1 килограммдай ұн, оған 1 жұмыртқа қосып, жарты шай қасық тұз салынған суда жұмсақтау, аса қатты да емес, өзімізге өте ыңғайлы қамыр илеп аламыз. Және сұйық май қажет болады ыдыстарымызды майлау үшін. Сонымен біз бастаймыз. Біз қамырымызды илеп алдық, мынандай қамырымыз пайда болды. Және оны полиэтиленді пакетке салып, қалтаға салып, ауа кірмейтіндей етіп жауып, кішкене қоя тұрамыз. Ендігі кезекте бізге үлкенірек ыдыс қажет. Және фаршымыздың барлығын саламыз осында. Еріп тұрған фарш. Құйрық маймен бірге араластырып, құйрық маймен өте дәмді шығады. Бұдан кейінгі кезекте пиязымызды қосамыз. Бұл жерде 7-8 пияз. Менде аса ірі емес, ұсақтау пияздар болды. Және асқабағымыз. Асқабақтың көлемі мұндағыдай үлкен болды. Соның жартысы және бірнеше бөлігі қалып қалды. Сондықтан бұл жерде 1 килограммнан аса асқабақ бар сияқты. Менде көбінесе көз мөлшер. Ендігі кезекте тұзымызды қосамыз. Және бұрышымызды қосамыз. Бұрыш тұзды өзіңіздің қалауыңызша, талғамыңызша қосасыз. Жақсылап араластырып аламыз. Қолыңызбен немесе қасықпен, қолыңызбен араластырсаңыз, біркелкі жақсы араласады. Біз араластырып болдық. Мінекей фаршымыздың түрі осындай болды. Яғни мантымыздың салмасы. Ендігі кезекте мен бұның үстіне соя соусын құямын. Өте дәмді шығады бұнымен. Бірақ бұл нәрсе, глютен деген нәрсе өте зиянды. Тағы да жақсылап қасығымызбен араластырып шығамыз. Енді қамырымызды жаюға кірісеміз. Ендігі кезекте бұл қамырды 4 бөлікке бөліп, оған дейін фаршымыздың тұзы, бұрышы сіңіп, әбден жақсара түседі. Қамырымызды 4 бөлікке бөліп, 4 жайма жайып аламыз. Ендігі кезекте біз қамырларымызды мынандай 5 бөлікке бөлдік. 4 бөлікке бөлуге маған үлкенірек болып кетті. Сондықтан жаюға ыңғайлы бөлікке бөлдік. Онды себелей отырып, жұқалап қамыр жайып аламыз. Біреуін жайып жатқан кезде міндетті түрде қамырларыңыз қалған бөліктері пакетке, қалтаға салып қойыңыздар. Сонымен қамырымызды жаямыз. Кезекте мінекей біз дайын болды қамырымыз. Бұдан шамамен бірдей бөліктерге бөліп, 4 бұрыштап кесіп аламыз. Ең осыны астыңғы жағына жіберсек болады. Бір-бірінің үстіне қойып, 4 бұрыштап кесіп аламыз. Енді осы 4 бұрыштап кесілген қамырларымызға салмасын салып, бүгіп шығамыз.
Мантыны бүгудің бірнеше тәсілі бар, бірақ маған ең ыңғайлы бүгу түрі осы. Кішкене уақытыңызды алады, бірақ осы түрде томпайып жақсы піседі. Немесе тез бүгу үшін былайынан бүге салсаңыз болады. Осылай негізі тез бүгіледі мынаумен. Бірақ екеуінің түрі мынау әдемі піседі піскен кезде. Осылай барлығын бүгіп шығамыз. Сонымен бізде мантымыз толық 4 лист болды. Мынау ең соңғы табағымыз аса қатты тоғыңқырамады. Бетінен сарымай немесе сұйық май жағып шығасыз. Менде сұйық май. Бұған аса жақпасаңыздар болады, арасы ашық тұрғандарға. Және қайнап барлығын осылай жағып шығамыз. Мантымыз пісті. Мінекей піскендегі түрі. Қазір біз ыдысымызға салып аламыз. Астында судан шығарып, судан бөлек алып. Негізінде төңкеріп салсаңыз ыңғайлы. Мен камераға түрлері көріну үшін. Және жеке бөліп салғанда да езілмей солай түсіп жатқандығын көрсеткім келді. Арасы өте тығыз. Мынау ең астында тұрған лист табағымыз. Әдетте ең астындағыны көрсетпедіңіз ба деп жататындар бар. Мінекей біреуін үзіп алдым. Осылай барлығын салып шығамыз. Сонымен достар, мінекей біздің тамағымыз дайын. Мантымыз. Осындай манты болды. Астарыңыз дәмді болсын.